Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Қазақстан Республикасы қарулы күштерін цифрлық трансформациялаудағы елеулі жетістіктер таныстырылды. Қорғаныс министрінің орынбасары Дархан Ахмедиев Қорғаныс министрлігі әскери білім беру және мерзімді әскери қызметке шақыру жүйесіне цифрлық шешімдерді белсенді енгізіп жатқан хабарлады. Сарбаз 2.0, әскери зият, смарт әскери комиссариат, армия.kz және басқалар жобаларын әзірлеу басты жетістіктер болды. Бастамалардың мақсаты әкімшілік процестерді оңайлату, әскерилер қызметінің тиімділігін арттыру және сапасын жақсарту. Астанада қарулы күштер құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы генерал-майор Мереке Көшекбаевтың жалпы басшылығымен ұшатын нысаналарды тегіс ұңғылы қарумен ату бойынша құрлық әскерлері нұсқаушыларының оқу-әдістемелік жиыны өтті. Жиын қазіргі заманғы соғыстың сын тегеуріндерін ескере отырып, жеке құрамды оқытуға қабілетті нұсқаушылардың кәсіби өзегін қалыптастыруға бағытталған. Бұл құрлық әскерлерінің жауынгерлік дайындығын арттыруға және ұшқышсыз басқарылатын құрылғылардан келетін қауіп-қатерлерге қарсы тұру жүйесін нығайтуға жасалған кезекті қадам. Мәтіболақ полигонында бұрын мерзімді әскери қызмет өткерген 370-тен астам қазақстандық қатысуымен әскери міндеттілер жиыны өтуде. Жиын Алматы, Жамбыл облыстары мен Алматы қаласынан келген әскери міндеттілер арасында гвардейск гарнизоны 22-326 әскери бөлімінің базасында ұйымдастырылды. Іс-шаралар әскери дайындалған ресурстарды дайындауға және жинақтауға, әскери дайындықтың қажетті деңгейін ұстап тұруға, сондай-ақ қажет болған жағдайда жауынгерлік қолдануға дайындықты қамтамасыз етуге бағытталған. Талдықорғанда 18-404 әскери бөлімінің әскери қызметшілері әуе-десанттық дайындықтың ең күрделі элементтерінің бірі парашютпен суға секіруді пысықтауға кірісті. Жаттығулар шұғыл судағы іс-қимыл кезін пысықтауға бағытталған арнайы бағдарлама шеңберінде өтуде. Сабақ барысында әскери қызметшілер суда тез бағдарлауды, өзін-өзі құтқару құралдарын қолдануды, сүңгуді, жабдықтан босатуды және жағаға шығуды үйренеді. Мұндай тәжірибе әсіресе әртүрлі жағдайларда таулар мен ормандар бастап ашық су қоймаларына дейін әрекет ететін десанттық шабуылдау бөлімшелерінің жауынгерлері үшін өте маңызды. Ақтауда Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштері әскери институты әскери теңіз кафедрасы курсанттарының теңіз тәжірибесі өтуде. Болашақ офицерлер әскери теңіз күштерінің белсенді бөлімдер мен бөлімшелерінде дайындықтан өтіп, онда олар вахталық және штурмандық қызмет дағдыларын игереді. Нақты теңіз жағдайына жақын жағдайларда жаттығады. Төтенше жағдайларда іс-әрекеттерді пысықтауға, сүңгуірлік жабдықты қолдануға және суда тіршілік ету негіздерін игеруге ерекше назар аударылады. Сабақтар әскери корабльде де, оқу-жаттығу орталықтарында да өтеді. Ақтауда Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери теңіз күштері базасында Каспий теңізінің қазақстандық секторында теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелеріне арналған маңызды ғылыми практикалық конференция өтті. Жұмыс талқылаулары барысында сарапшылар навигациялық деректерді үнемі жинау және жаңарту, әскери және азаматтық құрылымдар арасында ақпарат алмасуды кеңейту, мониторингтік цифрлық технологияларын енгізу және акваторияны ұшқышсыз аппараттармен және қашықтықтан зерттеу құралдарын пайдалану мәселелеріне назар аударды. Каспийдің күрделі гидрометеорологиялық жағдайында жұмыс істей алатын гидрограф мамандары мен сүңгуірлерді даярлаудың маңыздылығы ерекше атап өтілді. 2025 жылғы 25 шілдеде Алматы облысында жоспарлы ұшу барысында Қазақстан Республикасы қарулы күштері әуе қорғанысы күштерінің ЕС-145 тікұшағы радардан жоғалып кетті. Алдын ала мәлімет бойынша тікұшақ бортында 3 экипаж мүшесі болды. Оқиға орнына қорғаныс министрлігі мен төтенше жағдай департаментінің күштері мен құралдары жұмылдырылып, іздестіру құтқару жұмыстары жүргізілуде. Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің тапсырмасы бойынша оқиғаның мән-жайын анықтау үшін арнайы комиссия аттанды. Қосымша ақпарат оқиғаны анықтау барысы бойынша берілетін болады. 2024 жылдың көктемінде Шымкенттен мерзімді әскери қызметке шақырылған 86 жасөспірім еліміздің жоғары оқу орындарында оқуға мемлекеттік білім беру гранттарының иегерлері атанды. Қорғаныс министрлігі бастамашылық еткен қолданыстағы заңнама нормалары жауынгерлік даярлықта үздік нәтиже көрсеткен әскери қызмет өткерген сарбаздарға мемлекеттік грант бойынша жоғары білім алуға мүмкіндік береді.
Елордадағы Алатау спорт сарайында Қорғаныс министрлігінің, бас штабтың және қарулы күштердің құрылымдық бөлімшелерінің әскери қызметшілері арасында жүзуден жарыс өтті. Жарыс Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың 100 жылдығына арналған 15-ші спартакиада аясында өтті. Оған 32 командадан тұратын 128 спортшы қатысты.